Ғибратты әңгіме. Наушабай дейтін кісі жол жүріп келе жатып Абайдың үйіне түсіпті. Жайғасып отырған соң ол: «Абайжан, өзіңе асыл сөз, алғыр ой тауып айтқан кісі бар ма?» деп сұрапты. Абай сәл ойланып отырыпты да: «Менің Әбдірахман деген балам бар еді. Оны 9 жасында Семейдегі орыс мектебіне оқуға бердім. Оны бітірген соң Петербургке жібердім. Қыс оқып, жазғы демалысқа үйге келді. Сұрастырып байқасам, оқуы жақсы көрінеді. Баламның алғырлығын сынап білейін деп ойладым да, бір күні жай әңгімелесіп отырып: «Қалқам Әбіш, осы әлемдегі жаратылыста ақ зат асыл ма, қара зат асыл ма?» деп сұраған едім. Ол іркілместен: «Ақ зат асыл ғой» деді. «Неге? Қара зат асыл емес пе?» дедім мен. Әбіш бетіме қарап күлді де: «Қараны қалай асыл дейсіз?» деді. Мен: «Біріншіден, адам баласы дүниедегі барлық жаратылысты көзбен көреді емес пе?» дедім. «Бірақ көздің ағы көрмейді, ортасындағы кішкене қарашығы көреді. Қараның асылдығына осы дәлел. Екіншіден, қағаз ақ. Одан адам білім ала алмайды. Үстіне жазған қара сиядан өнер білім алады. Үшіншіден, жас күнде адамда ақыл, білім, қайрат көп болады. Қартайғанда шаш, сақал ағарады, ал адамда қайратта азаяды. Сондықтан қараны асылма деп ойлаймын» дедім. Сонда Әбіш: «Оның бәрін қайдан білдіңіз?» деді. «Ақылмен білдім» дедім мен. «Олай болса, ақыл мида болмай ма? Ал ми ақ зат емес пе? Екіншіден, ақыл нұр, жарық зат. Ода аққа ұқсай ма?» деді. Мен баламның тауып айтқан сөзіне риза болып, маңдайынан иіскедім.